Албаева Алмаш Тұрғанбайқызы. Келесі бір стратегия раунд робин, яғни жазбаша дөңгелек үстел деп аталады. Бұл стратегия арқылы оқушылар өз ойларын белгіленген уақыт аралығында жазып, оң жағында көрші оқушыға ұсынады. Сағат тілімен солай барлық оқушы дерлік жазып болып, соңындағы оқушы өз тұжырыммен достарының ойын оқиды. Яғни бұл стратегияда тізбектеле, бірлесіп оқу, бірін-бірі оқыту әрекеті жүзеге асырылады. Келесі бір стратегия қар кесегі деп аталады. Қар кесегі стратегиясы сыни тұрғыдан туындаған сұрақтарды қағазға жаза отырып, қағазды қар пішіндес умаждап, қар кесегіне айналдырып, қарсы топқа ұсынады. Сұраққа қабылдаған қарсы топ мүшелері жауап іздейді. Сыни ойлау технологиясының тағы бір стратегиясы буриме деп аталады. Буриме стратегиясында 4 жолдан тұратын өлең шумағын шығару, яғни 2 жолы топ ерекшеліктерін айтады, соңғы 2 жолы мақтау-мадақтауға арналады. Келесі бір стратегия бумеранг стратегиясы. Бумеранг стратегиясы 2-4 минут арасында топ құрамында мұғалімге жазбаша сұрақтар дайындалады. Нәтижесінде осы сұраққа сіз өзіңіз қалай жауап берер едіңіз? Бұл сұраққа кім жауап бергісі келеді? Бұл сұраққа сіз жан-жақты жауап бере аласыз деп ойлаймын деп мұғалім білім алушының өзіне жауап ала алады.